тағы бір толағай табыстармен жарқын оқиғаларға толы Алматы қаласындағы химия биология бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 9-шы оқу жылы тарихта қалды. 10 жетістіктер легін үлкен мақтанышпен сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Оқушылардың оқу сапасын зерттейтін халықаралық PISA зерттеу орталығының қорытындысы бойынша біздің мектебіміз биіктен көрінді. Білім саласында қарқынды дамыған Сингапур елінен бір ғана саты төмен болып, математика және жаратылыстану саласындағы академиялық көрсеткіштер бойынша әлемдік рейтингінің үздік үштігінде тұрмыз. Бұл көрсеткіштің дәлелі ретінде халықаралық, республикалық, желілік олимпиадаларда оқушылар топ жарып, 179 жүлделі орындарға ие болғанын айтуға болады. Оның ішінде 33 халықаралық, 79 республикалық, 67 желілік жетістіктер. Түлектердің жетістіктері ерекше мақтаныш тудырады. 105 бітірушілердің 36-сы еліміздің беделді Назарбаев университеті студенттердің қатарына қосылады. Екі зияткерге алтын белгі төсбелгісі, 9 түлекке ерекше үлгідегі аттестат табысталды. 46 түлек шет ел университетінің гранты мен шақыртуына ие болды. Оның ішінде 28 түлек QS рейтингінің үздік жүздігіне кіретін жоғары оқу орындарының гранттарына қол жеткізді. Біздің түлектеріміз IELTS халықаралық емтиханы бойынша үздіктер қатарында. Орташа деңгей 7-1 құрады. 16 оқушы 8 балл нәтижеге қол жеткізді. 8-ші сынып оқушылары күзде ақш-тың шырмаулық лигасына кіретін ел университеті ұйымдастыратын ел Tournament of Champions 2023 жаһандық біріншілікте биіктен көрініп, 4 алтын және 1 күміс медальмен оралды. Ақпан айында әйгілі MIT университетінің шақыруымен 10-11 сынып оқушылары MUN Conference 2024 ООН моделінің бүкіл әлемдік конференциясында бақ сынады. Зияткерлер ғылыми жобалар IT технологиялар мен робототехника жарыстарының жеңіс тұғыларын бағындыруда. Мектептің екі командасы Central Asia First Championship 2024 жүлдегері атанып, әлемдік біріншілікке жолдама алды. Сонымен қатар оқушыларымыз Technovision Girls World Robot Olympiad 2024, UP Great Innovation Robot аймақтық жарыстардың жеңімпаздары. Зияткерлік мектеп ұстаздары да жыл бойы республикалық халықаралық ареналарда айтулы байқауларда жеңіске жетті және авторлық құқықтарға ие болды. Зияткерлік мектебінің мұғалімдері ауылдық тірек мектептеріне тәжірибе тарату мақсатында жүйелі түрде, түрлі форматта тағылымдамалар, шеберлік сағаттар, семинарлар өткізуде. Біздің оқушылар жан-жақты дамуда, шығармашылық және спорт саласындағы жеңістер айтарлықтай. Мектебіміздің 7-9 сынып оқушылардың құрама футбол командалары Алматы халықаралық мектептер арасындағы өткен КУАШ 2023 лигасында жеңімпаз атанды. Футзалдан ұлдар және қыздар командалары аймақтық жарыста бірінші орын иеленіп, желілік біріншіліктің финалына шықты.
желілік баскетбол турнирінде зияткерлік мектептің ұлдар және қыздар командасы аймақтық спартакиадада үздік үштікке кірді. Мектептің шығармашылық ұжымдары республикалық және халықаралық сахнада үздік өнер көрсетуде. Нұр сазы халық аспаптар этнофольклорик оркестрі, Рахымс клаб хореографиялық ансамблі, 7-ші сынып оқушыларынан құралған Алқоңыр ұлттық аспаптар оркестрі бір қатар республикалық халықаралық байқауларда топ жарып, гран-при иегері атанды. 2023-2024 оқу жылының жетістіктері келесі жылда қарқынды жалғасын табады деген сенімдеміз.